Бала емізіп жүріп, үлкен салмақ тастауға болады. Қалай? Қазір айтып өтемін, каналыма жазыл. Баланы емізіп жүргенде сүтіңізді ему арқылы өте үлкен килокалория сізден алады. Сондықтан сіз көп калория жоғалтасыз. Сонымен қатар, егер сіз күніне 2 рет баланы коляскаға салып, жарты сағаттан, 1 сағаттан жаяу жүріп серуендесеңіз, сіздің зат алмасуыңыз жоғарылайды, энергияны көп шығады. Сосын баламен бірге ұйықтаңыз. Түнде ояу отырмаңыз. Егер бала ұйықтағанда ұйықтап, бала оянғанда ояныңыз. Себебі сіз ұйықтамасаңыз, серотонин гормоны дұрыс бөлінбейді, оның бәрі зат алмасудың төмендеуіне алып келеді. Сосын сіз ішетін кола, неше түрлі нести шайдың бәрін жай суға ауыстырыңыз. Ол салмақтың төмендеуіне алып келеді. Себебі оған өте көп мөлшерде